Бүгінгі оқу іс-әрекеті сөйлеуді дамыту тақырыбы мен қаржыгер боламын. Оқу іс-әрекетінің мақсаты білімділік, өлеңді қайталау арқылы жаттату, қаржы әлемі және оның құпия сырларына деген қызығушылықтарын ояту, дамытушылық, өлеңді мәнелеп оқу, сөздердің мағыналарын ашып, түсіндіру арқылы ойлау, қиялдау қабілеттерін дамыту, өлеңді қайталау арқылы жаттату, ғарыш әлемі және оның құпия сырларына деген қызығушылықтарын ояту. Тәрбиелік, ғарышкерлерге деген құрмет сезімдерін қалыптастыру, отанымыздың адал азаматы болуға тәрбиелеу. Олай болса, балалар, экран алдына тұрып, біз амандасып, жаттық шеңберімізді орындайық. Қайырлы таң, ормандар мен даулар. Қайырлы таң, достасқан бар балалар. Қайырлы таң, біздің балабақшамыз. Қайырлы таң, жора жолдас, ұл мен қыз. Жақсы балалар, енді орындарына отыра қойыңдар. Балалар, мен сұрақтарыма жауап беріңдерші. Bir жылда неше мезгіл бар? Дұрыс айтасыңдар. Bir жылда 4 мезгіл бар. Қазір жылдың қай мезгілі? Дұрыс, қазір жылдың көктем мезгілі. Әр мезгіл неше айдан тұрады? Дұрыс, әр мезгіл 3 айдан тұрады. Қазір көктемнің қандай айы? Дұрыс, қазір көктемнің сәуір айы. Көктемде қандай өзгерістер болады? Дұрыс айтасыңдар. Біз жылы киімдерімізді шешіп, жеңіл киім кие бастаймыз. Ағаштар бұршақ атып, шөптер өсе бастайды. Күннің көзі өзінің ыстық нұрын төге бастайды. Жақсы балалар, ал енді сендерге жұмбақ жасырғым келіп тұр. Мұқият тыңдаңдар, кейін жауабын айтасыңдар. Аспанда бір алып құс ызғып барады. Қарап тұрсаң ғажайып, соңында ізі қалады. Тағы бір рет қайталайын. Аспанда бір алып құс ызғып ұшып барады. Қарап тұрсаң ғажайып, соңында ізі қалады. Дұрыс айтасыңдар, зымыран. Жақсы. Ал енді сендерге ғарыш туралы кейбір мәліметтерді айтайын. Ең бірінші адамдар айға ұшпас бұрын тірі дененің бару үшін Лайка деген итті ғарышқа ұшырған екен. Кейін ең алғашқы рет ғарышқа ұшқан Ресей азаматы Юрий Гагарин. Ал Қазақстаннан алғаш рет қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіров ұшты. Ал екінші болып Талғат Мұсабаев ұшты. Ауада, ғарышта адам демалатын ауа жоқ. Көлеңке жағы қатты суық. Күн түсіп тұрған жағы өте ыстық болады екен. Ғарышкерлер үстіне арнайы киім киеді. Қалай ойлайсыңдар балалар, ол киім қалай аталады? Дұрыс айтасыңдар, ол скафандр деп аталады. Ғарыш кеңістігінде ауа жоқ болғандықтан тек осы арнайы киіммен жүре алады екен. Ал скафандрсыз олар жүре алмайды. Жақсы балалар, ал енді
біз сендермен Жақан Смақовтың «Мен ғарышкер боламын» деген өлеңінің үзіндісімен танысайық. Мұқият тыңдаңдар, кейін бірге қайталайсыңдар. Аспан, аспан арайлым, саған жиі қараймын. Сені көзбен шоламын, мен ғарышкер боламын. Ал енді сендер менен кейін қайталап отырыңдар. Аспан, аспан арайлым, саған жиі қараймын. Сені көзбен шоламын, мен ғарышкер боламын. Жақсы, тағы бір рет қайталап жіберейікші. Аспан, аспан арайлым, саған жиі қараймын. Сені көзбен шоламын, мен ғарышкер боламын. Жақсы балалар. Ал енді кім біледі, ғарышкер деген кім? Дұрыс, ғарышкер деген ғарыш кемесімен ғарышқа ұшатын, аспан әлемін зерттейтін адамды айтамыз. Жақсы, ал енді сендер шаршаған болған боларсыңдар. Олай болса, орнымыздан тұрып, сергіту сәтін орындап жіберейік. Орнымыздан тұрайық, қолды белге қояйық. Бір отырып, бір тұрып, біз тынығып алайық. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Орнымызды табайық. Тағы бір рет қайталап жіберейік. Орнымыздан тұрайық, қолды белге қояйық. Бір отырып, бір тұрып, біз тынығып алайық. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Орнымызды табайық. Кәне тағы бір рет, соңғы рет өлеңімізді қайталап жіберейік. Аспан, аспан арайлым, саған жиі қараймын. Сені көзбен шоламын, мен ғарышкер боламын. Ал енді сендер менен кейін қайталап отырыңдар. Аспан, аспан арайлым, саған жиі қараймын. Сені көзбен шоламын, мен ғарышкер боламын. Жақсы балалар. Ал енді бүгінгі оқу іс-әрекетімізді қорытындылап жіберейік. Ғарышқа кімдер ұшады? Дұрыс, ғарышқа ғарышкерлер ұшады. Зымыран не үшін қажет? Дұрыс, зымыран ғарышқа ұшу үшін қажет. Біз қандай ғаламда өмір сүреміз? Дұрыс, біз жер планетасында өмір сүреміз. Ғарышқа сынақ ретінде бірінші болып қай жануар ұшты? Дұрыс, ең алғашқы рет Лайка атты ит ұшты. Ал ғарышқа шыққан орыс азаматы кім? Дұрыс, Юрий Гагарин. Ал қазақ елінен қандай ғарышкерлер ғарышқа ұшты? Дұрыс айтасың, бұл Тоқтар Әубәкіров пен Талғат Мұстабаев. Ал ғарышқа киетін киімді қалай атаймыз? Дұрыс, скафандр деп атаймыз. Неге арнайы киім киеді? Скафандрды не үшін киеді? Дұрыс, ғарышта дем алу үшін киеді. Жақсы балалар, барлықтарың бүгін сабаққа өте белсене қатыстыңдар. Келесі кездескенше сау болыңдар.